Сәлем достар, бұл жерде квиз. Бұл видеода біз таңда не таста ойынын ойнайтын боламыз. Сұрақтардың саны 55, жауап беруге 7 секунд. Видеомызды бастамас бұрын жерде квиз арнасына тіркеліп, лайк басып кет. Бірінші сұрақ, сен нені таңдайсың? Пицца ма, әлде бургер ме? Екінші, қайсысы ұнайды? Netflix па, әлде YouTube па? Үшінші, қайсысын таңдайсың? Instagram, әлде TikTok? Төртінші, iPhone-мен қолданасың ба, әлде Android-пен қолданасың ба? Бесінші, саған кофе ұнайды ма, әлде шай ұнайды ма? Алтыншы, қайсысы күшті? Marvel ма, әлде DC ма? Жетінші, нені таңдайсың? Жас, әлде қыз? Сегізінші, не ұнайды? Бешбармақ, әлде палау? Тоғыз, қазыны ұнатасың ба, әлде шұжықты ма? 10. Бауырсақ таңдайсың ба, әлде шелпек таңдайсың ба? 11-ші сұрақ, кәнеке, ет па, әлде мысық па? 12. Құймақ ұнатасың ба, әлде вафли ұнатасың ба? 13. Медеу мұз айдыны ұнай ма, әлде шымбұлаққа көтерілесің ба? 14. Тауға барасың ба, әлде жағажайда демалуды қалайсың ба? 15. Бэтмен ба, әлде Супермен бе? 16. Қай қала, Алматы, әлде Астана? 17. Қай шай таңдайсың, көк шай ма, әлде сүтті шай ма? 18. PlayStation ба, әлде Xbox ба? 19. Coca-Cola ма, әлде Pepsi ме? 20. Димаш Құдайберген немесе Геннадий Головкин? 21. Ұшу қабілетін таңдайсың ба, әлде телепортацияны таңдайтын бе? 22. Кітап па, әлде кино ма? 23. Ән айтуды таңдайсың ба, әлде би билеуді таңдайсың ба? 24. Тәттіні таңдайсың ба, әлде ащыны таңдайсың ба? 25. Той, әлде концерт па? 26. Алтын немесе күміс? 27. Қала өмірі ме, әлде ауыл өмірі ме? 28. Шақпен саяхат па, әлде пойызбен саяхат па? 29. Таңғы ас ұнайды ма, әлде кешкі ас ұнайды ма? 30. Фрикар тобын таңдайсың ба, әлде пияз сақиналарын ба? 31. Қымыз немесе шұбат? 32. WhatsApp па, Telegram ба? 33. Ноутбук па, әлде компьютер ма? 34.
үйден жұмыс істеу қызық па, әлде офисте жұмыс істеу қызық па? 35. Комедия таңдайсың ба, әлде қорқынышты фильм таңдайсың ба? 36. Қазақстан шоколады ма, әлде киндер шоколады ма? 37. Каспий банкпен қолданасың ба, әлде халық банкпен ба? 38. Түрік сериалдары немесе кәріс дорамалары? 39. Жалғыз саяхаттау, әлде достармен саяхаттау? 40. Жемістер ма, әлде көкөністер ма? 41. Балмұздақ немесе тәтті бәліш? 42-ші сұрақ. Қоңырау шалуды таңдайсың ба, әлде хабарлама жазуды таңдайсың ба? 43. Электронды кітап немесе қағаз кітап? 44. Феррари ма, Ламборгини ма? 45. Адидас па, әлде Найк па? 46. Гуччи, әлде Луи Виттон? 47. Жүзу ма, әлде жаяу серуендеу ма? 48. Домбыра немесе гитара? 49. Наурыз мейрамы оңай ма, әлде жаңа жыл оңай ма? 50. Кафеге бару таңдайсың ба, қонаққа бару таңдайсың ба? 51. Қазақша әндер ме, әлде шетелдік хиттер ме? 52. Қара жорға, әлде вальс? 53. Тауға шығу, әлде орталықта қыдыру? 54. Жазда демалу, әлде қыста демалу? 55. Болашаққа бару таңдайсың ба, әлде өткенге барып келесің ба? Осымен достар, сұрақтарымыз аяқталды. Комментарийге қай сұрақ саған ең қатты ұнағанын жазып кет. Және де Зерде Квиз арнасына тіркелуді ұмытпа. Сау бол!